Ассалаумағалейкум. Сіздермен тағы да мен мини фермер. Бізде бүгінгі балапандардың жағдайы. Бүгін сәуірдің 9-ы. Балапандар 2 аптадан асты. Опа, білдіріп жатырмыз міне. Балапандар алдыңғыға қарағанда кішкене өсіп, уже қауырсындар пайда бола бастады, құйрықтары шыға бастады. Балапандарға витаминдерін бәрін уақытымен, өз уақытымен беріп жатырмын. Содан болу керек. Аллаға шүкір, пока барлығының жағдайы жақсы. Мен балапандарға ветеринарная аптечка деген сондай витаминдер сатып алдым. Соларды өз орнымен беріп жатырмын қазір. Алғашқы 3 күнде бір витамин, одан кейінгі күндері тағы бір түрі витаминнің. И аскорбиновая кислота суға езіп беріп жатырмын. Қазір балапандардың аппетиттері барлық жақсы. Настроение, аппетит, в общем, бәрі жақсы болып тұр. Қазір мұнда температура где-то 30 градустың маңайында болып тұр. Бағана жұмыстан келіп қарағанда ішінде, в общем, 35-40-қа таяп қалған ғой градус. Не себепті десеңіздер, бүгін міне осындай тесік істедім мына жерден. Алдында бұл тесік болмаған, и ауа шығатын жер болмады, и сол себептен іші қатты қызып кеткен. Келсем балапандардың бәрі жатыр жерде. Сонымен сразу тамақ ішпей бірінші кезек осыны тесіп, мына жерге сетка орнатып қойдым. Қазір сол температура 30-дан асып жатқан жоқ ішінде. Уже балапандардың да жағдайы, настроениесі бәрі күшті болып қалды. Суын ішіп, жемін жеп жатыр. Мен осыған дейін балапандарға күніне 4-5 мезгіл тамақ беріп келдім. Алла жазса, ертеңнен бастап күніне 3 мезгіл ғана тамақ беретін болып шештім, в общем. Өйткені беймезгіл уақыт тамақ жей берсе де бұлар дұрыс болмайды. Сол себептен уже режимге көшу керек ақырындап. Су постоянно тұрады, ал жемді күніне 3 мезгіл ғана берем. Арасында жұмыртқаны асып, езіп, оған қосып, жүгерінің ұны бар, арпаның ұны бар, в общем, манный каша бар, в общем, бәрін араластырып, арасында беріп жатырмын қазір. Негізі көбіне осындай старт деген комбикорм бар, балапандарға арналған. Сол жем жеп тұр. Көбінде осыны жейді, арасында ғана жаңағыдай каша істеп беремін. Жұмыртқадан, жүгеріден, манный каша бар, арпаның ұны бар, в общем, бәрін араластырып. Ол как десерт сияқты жүреді ғой бұларға. А так постоянно осы комбикормнан жеп тұр бұлар. Пока ондай іші өтіп, ешқандай ештеңе болып жатқан жоқ. Өйткені бұлар пока бір орында тұр, далаға шығып жатқан жоқ, көк шөп жеп жатқан жоқ. Сондықтан пока қорқатын ештеңе жоқ. Алла жазса, далада күн толығымен еріп, күн жылған кезде көк шөпке шығарам. Сол кезде шығармастан бұрын кокцидиоза деген препарат бар екен. В общем, балапанның іші өткен кезде соны алдын алу үшін берілетін дәрі. Оны көкшепке шығатын кезде береміз. Мұнда 23 балапан тұр. Арғы жақта 37 балапанымыз бар. Олар
мына жерде. Мұнда тек кучинский балапандар, ар жақта Парковский Боровицкий мен Кучинский аралас, мұнда таза Кучинский бар. 34 штук. Қайсысы қораз, қайсысы тауық екен білмеймін. Осы жабайы болған осындай қазір. Шулап бір-бірінің үстіне шығып, төбелесіп бір-бірімен. В общем, бұзық. Бұндағы температура мен көріне ма сіздерге көрінбей ме? 31-32 градус. Суын жаңа ғана ауыстырғам, уже ішін бәрін қолғап тастады. Аяғын тығады, секіреді, ішін шаңғытады, осын ішін мусорға толтырып тастады. Жаңа бір 10-15 минут қана бұрын ауыстырғам суын. Балапандардың жағдайы осы. Так, мұнда бізде инкубатордан шыққан, пробный шығарған балапандар алдыңғы жол айтқан. Олар уже өсіп қалды, салмақтарын өлшеу керек. Ондай өлшейтін менде тараз жоқ, пока тараз алып, скоро өлшейтін болам. Мына жерге қонақтайды өздері, үйреніп келе жатыр ақырында. Бұларға да күніне 3 мезгіл ғана жем беріп жатырмын. Уже режимге көшетін уақыт келді. Так, мына жақта бізде көрдіңіздер ма, арты пеноплекс. Мына матаны ашып, сол пеноплекс шұқып жеп жүріп білмеймін. Пайдасы бар ма, зияны бар ма, оны түсінбедім. Бірақ шұқып жан жақтағы пеноплекстің бәрін жеп қойған. Бүгін осында қонақтайтын істедім. Уже үстіне отырып алыпты. Осы біреу точно қораз еткен. Жем шашсаң, осы шақырады мыналарды жем жеуге. Қалғандарын білмеймін, тауық па, қораз ба. Өсе келе көретін боламыз. Тауық болсын, қораз болсын. Маған аман есен өсіп аяққа тұрғандары керек. Сол үшін маған маңызды емес пока. Өйткені менде алғашқы опыт қой бұл. Астанаға келгелі алғашқы опыт балапан шығару. Сондықтан тауық болсын, қораз болсын, ол маңызды емес. Бастысы өссе болды маған. Бұларға тоже аскорбиновая кислотаны езіп беріп жатырмын сумен қосып. Аппетиттары, настроениесі бәрі жақсы. Бұларға мына жер кішкентай болып жатыр уже, тар. Күнде жылмай кетті, басқа жерге ауыстырайын десем, пока күн жылғанша осының ішінде тұрады, енді амал жоқ. Жалпы осындай бізде. Жалпы жаңалық осы. Ал аман сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп,
комментарий жазып отырыңыздар, ақылдарыңыз болса айтыңыздар, не істеуге болады, не істесем болады дальше. Пока қора кішкентай, қораны үлкейткен жоқпын. Қора үлкейтіп балапандардың бәрін көшіруім керек. Оны да жасайтын болам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен тағы да сол мини фермер.